Баршаңызға сәлем. Бауырсақ және шелпек ашыту үшін алдымен жұмыртқа 1 және 1 стакан сүт жылы су қосқан, 1 стакан қаймақ, тұзын саламыз, жарты ас қасық және 2 ас қасық секер салып араластырамыз жақсылап. Алдын ала ашытқаны осылай бөлек көтерілдіріп аламын жылы суға. Сонда бауырсағымыз өте жақсы көтеріледі. Ұн 350 грамм, 400 граммдай жақсылап қамыр илейміз. Қамыр өте жұмсақ болғанда ғана бауырсағыңыз үріліп керемет болады. Бетін жауып 1 сағаттай қоямыз. 1 сағаттан кейін бауырсағыңызды жасай берсеңіз болады. Себебі дайын болып көтерілгені көрініп тұр. Жартыға бөліп, жартысынан 3 шелпек дайындап алдым және қалған жартысынан бауырсақ дайындауға болады. Жұмадағы бар тілек қабылдарыңыз қабыл болсын. Ас болсын.